Қордай ауданында қақтығыс қоғамды дүр сілкіндіргені белгілі. Осы ретте жуырда мемлекет басшысы осы оқиға болған елді мекендерге барып тұрғындармен кездескен болатын. Жиында президент жанжалдың шығу себептерін айқындап мәселеге нүкте қойды. Алайда Дүнгендер қауымдастығының басшысы Хусай Дауровтың хаты халықтың наразылығын тудырып, журналистердің тарапынан да сынға ілініп жатыр. Атышулы хат нені меңзейді? Басты тақырыпта талқылайтын боламыз. Қайырлы кеш, ардақты көрермен, өздеріңізбен бірге әдеттегідей Мейрамгүл Мәдәлі және бүгін біздің студиямызда қонақта Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Геннадий Шиповских. Қош келдіңіз студиямызға. Енді өзіңіз білесіз, жақында ғана ел президенті осы аймақта болып мәселеге нүкте қойған болатын. Сол кезде айтылған бір мәселе, енді бұл мәселе көп даулы мәселе болғандықтан көп талқыға түсті және жалпы Қордайда қақтығыстар сарапшылар әртүрлі баға берді. Facebook желісінде бір әлеуметтік шиеленістесе, бір ұлттық мәселенің қордаланған мәселелердің ушығуы деді, ал ел президенті контрабандалық топтардың қақтығысы деп жатты. Сіз қайсына қосыласыз? Біріншіден қайырлы кеш, қош көрдік, сұрағыңызға рахмет. Енді негізі өздеріңізге белгілі, өзіңіз атап өткендей, кеше ғана мемлекет басшысы Қордай ауданына ресми сапармен барып, ондай барған сапарда өздеріңізге белгілі өте символичный күнде барып тұр. Яғни енді 1 наурыз күні алғыс айту мейрамы күні, және енді өзі айтқанда әрине бұл жаққа арнайы бір мерекелік кешке барған жоқ, арнайы барған сапарының барысы халқымыздың тұтастығын ұстау ең бастысы. Және де бұл біздің о бастан жатқан саясатымыз болғандықтан біздің осы ауызбіршілігімізді одан сайын нығайтуға байланысты. Енді жаңа өзіңіз қойған сұрағыңызға келсек, бұл жердегі сұрақ біріншіден былай деп ойлаймын, бұл жауабы енді мемлекет басшысы да атап өткен болатын, оны арнайы бүгінгі күні енді о жақта шынымен де осындай бір контрабандалық бір бандылар анықталған болатын, яғни қылмыскерлер. Енді ол Қордай дегеніміз жалпы шекаралас өзі аудан болғаннан кейін ол жерде бір сондай бір кеден арқылы көптеген дүниелер кіріп шыққан болатын, және де яғни бір емес екі осындай бір қылмыстық топтың сондай жерге бір бөліспеуінен басталған екені. Яғни контрабандалық топтардың қақтығысының негізінде пайда болған. Енді о жерде де көп нәрселер айтылған, көп нәрселер себепке алынған, бірақ дегенмен бір үлкен бір апогей болған жаңағы нәрсе екен бізге енді қазір енді бәрімізге белгілі болды. Себебі енді о жерде мемлекет басшысы айтқандай, енді о баста ішкі істер министрлігінің сол жердегі бөлімшесі уақытылы соған назар аудармағандығы, жергілікті атқарушы органдар уақытысында мүмкін соған мән бермегендігінен ары қарай басқа да себептер қосыла бастады деп мен ойлаймын. Түсінікті. Ал енді сіздің әріптесіңіз Бақытбек Смағұлдың жазбасы пайда болды Facebook желісінде. Ол жерде ол кісі көп бір ұлтаралық мәселелерді басын ашып көрсетті. Әсіресе Дүнген ұлтының қазақ тілін білмейтіндігі, қазақ тілді мектептердің кемшін екендігі, одан бөлек тағы да көптеген мәселелер, енді ол қазір ешкімге жасырын емес, түк емес деп ойлаймын. Осыған байланысты сіздің ойыңыз? Енді біріншіден мен сізге былай айтқым келеді. Енді біздің заңымыз бойынша, сондай-ақ өзіміздің депутаттық этикамыз бойынша біз өзіміздің әріптестерімізге ешқандай комментарий бере алмаймыз. Себебі енді ол мен ойлаймын, өздеріңізде жұмыстарыңызда бар шығар мүмкін мұндай бір нюанстарыңыз. Бірақ мемлекет басшысының өзі де атап өтті ғой, кеше бүгінгі күні жалпы осы Қордай ауданында жалпы сол жақтағы мен болсам жаңағы 5 мектеп бар екен, бірақ өкінішке орай оның біреу ғана мемлекеттік тілде ғана білім береді екен. Әрине бұл үлкен кемшілік деп мен ойлаймын. Себебі енді жалпы қай елдің болса да үлкен бір байлығы, үлкен бір қазынасы ол тіл. Ал тіл ол әрине киелі дүние. Сондықтан да ол біріншіден тек қана жалпы араласудың құралы емес, адамдармен сөйлесудің, тіл табысудың ол бір өзінің бір құндылықтары бар дүние. Және де енді осы Қасым-Жомарт Кемелович айтқандай, алдағы уақытта осы барлық дүнгендер негізі осы қазақ тілін, яғни біз мемлекеттік тілімізді үйрену керек. Мен тағы да бір қоса кеткім келеді бір нәрсені, яғни осы енді бұл жерде бір ешқандай бір пиар тұрған жоқ. Енді бар нәрсені айтқанда да жөн шығар. Осы 1 наурыз күні, яғни алғыс айту күніне орай біз осы еліміздің бір топ азаматтарымен, яғни мен бар, Максим Спаткай, Максим Рожин, Мұрат Абенов, сондай-ақ Владислав Тен секілді, тағы да басқа көптеген кісілер. Қазір біз өзіміз бір
топ ашып жатырмыз, яғни алдағы уақытта болса енді бір энтузиасттық топ десек те болады. Яғни осы топ алдағы уақытта жалпы біздің қазақ тілді одан сайын басқа да біздің ұлт өкілдеріне, кейбір қазақ өзіміздің бауырларымызға меңгеруіне жеңіл болатын, яғни тағы да дәріптеу жұмыстарын жүргізуге байланысты насихаттау жұмыстарын бастап жатырмыз. Себебі мемлекет басшысының қойған өзінің бір нақты бір тапсырмасы бар, оны білесіздер, оны бір осы қыркүйектің басында біздің парламент мәжілісінің сессиясының ашылуында атап өткен болатын, алдағы уақытта мемлекет тілі ұлтаралық тілге айналуы қажет деп. Ол әрине қажет деген сөздің өзі көптеген мағынаны береді. Себебі біздің елімізге, өздеріңізге белгілі қазір 25 жылдан асты. Бүгінгі таңда біздің көптен аса уақыт өтті. Әрине бұл осындай бір эпохаға аз да емес, көп те емес. Бірақ дегенмен біздің енді қазақ тіліміздің бүгінгі таңда ұлтаралық тілге айналатын уақыты келді. Сондықтан да біз енді осы жобаны асыратын болып жатырмыз. Және де мен де кеше енді өзіміздің отырысымда айтқаным, сол біздің алғыс айту күніне байланысты. Мен былай айттым, бұл жердегі алдағы уақытта бізге бүгінгі таңда осы қазақ тілін әрі қарай насихаттау үшін, дәріптеу үшін, одан сайын оңай меңгеру үшін бүгінгі таңда біздің елімізде өкінішке орай қазақ тілді қызықты әрі сапалы контент жетіспейді. Менің ойымша осы дүниелер ескерілсе алдағы уақытта осындай біздің де қордайлық жағдайды бұл осындай бір үлкен бір дүниеге әкелдірмес пе еді. Мен бұл жерде тек қана тілге әкеліп жатқан жоқпын. Бірақ дегенмен сол жердегі егер көптеген көпшілік тұнған бауырларымыз мысалға қазақ тілін білсе, сол жаңағы ауылдың ақсақалдарымен сөзге келсе, сөйлессе, ол мүмкін ондай жағдай болмас пе еді, одан сайын у шығатындай. Сондықтан да ол әрине бүгінгі таңда бұл қажеттілік, бұл керек, және де бұл біздің еліміз үшін, және де халқымыз үшін, қазақстандықтар деген халқымыз үшін өте маңызды. Жаңа сіз айтып отырған топ негізінен осы шаруаны қолға алмақшы, иә? Оның тетіктері қандай болатынын анықтап үлгердіңіздер ме? Біз енді осыны өзіміздің алғашқы отырысымызды өткіздік. Бұл енді 1 наурыз күні болған. Бұл отырыстың енді барысында әртүрлі нәрселер талқыланды. Яғни бүгінгі күні қандай дүниелер кедергі болады. Әрине бұл жерде кейбір енді методикалық дүниелер, үйрену әдіснамасы, сондай-ақ ары қарай қалай оңай оны меңгеруге болады. Сонымен қатар біз енді қазір өкінішке орай кейде халқымыздың арасында бір қоғамда қалыптасқан нәрсе бар. Кейде бізде бір енді қазақ болсын, болмаса басқа бір өзге ұлт өкілі болсын, бір қазақша сөйлегісі келсе, бірақ ода акцент болса, ол бір ұялыңқырайды. Я болмаса өкінішке орай оны кекетеді. Бір дұрыс емес форматта. Сондықтан да біз қазір акцентке күрме, одан да көмектес деген бағытта көшіп жатырмыз. Менің ойымша бұл да бір жақсы әдіснама болатын секілді. Себебі енді өз адамдар ұяң болса, ашылмайтын болса, ол өзінің акцентінен жаңағыдай қорқыңқырап, егер мен қазір адамдар одан сайын мазақтайды ғой деп жүретін болса, ол да бір үлкен бір қиындыққа соғады. Өзіңізге қатысты жеке сауал қойсам, қарсы емессіз ба? Сіз ассамблеяның мүшесі қатарында барсыз ба, жоқсыз ба? Иә, мен бармын. Осы ассамблеяға қатысты Қордай оқиғасынан кейін көп сын айтылды, иә? Осы 25 жылдың ішінде бірнеше ірі шараларды өткізіп жүр, қаншама өкілдері бар, ассамблеяның қызметінің көрсеткіші сияқты болып қалған сияқты дейді Қордай оқиғасын. Және дәл Қордай оқиғасы болып жатқан кезде ассамблеяның мүшелері неге осы жерге бармады, басқасында болмады деген сияқты бір пікірлер айтылды. Мен онымен келіспеймін, ондай пікірлермен. Неге десеңіз, енді бұл мәселені басынан бастап ашатын болсақ, сіз қарап көріңіз, оның тарихына біріншіден. Сонда 1995 жылы өзі ассамблея құрылды, Қазақстан Халқы Ассамблеясы, елбасымыздың бастамасымен. О баста оның мақсаты бүгінгі таңда біздің елімізде 100-ден аса ұлт өкілдерін бір шаңырақтың астында үлкен бір отбасы қылып үйтіп ұстау. Яғни ұстау дегенде дүниені саяси дұрыс түсінген дұрыс. Яғни бір шаңырақтың астында бір отбасындай ешқандай ұлтқа қарамай, өзбексің ба, қазақсың ба, орыссың ба, ұйғырсың ба, доңғансың ба, ең бастысы бір ұлт есебінде. Және де бүгінгі таңда мен сіздерге сеніммен айта аламын, бүгінгі таңда Қазақстан Халқы Ассамблеясы осы бағытты жақсы ұстанып келе жатыр. Түрлі шаралар өткізуде, ол тек қана жай ғана шаралар емес. Бұл бір халықпен кездесіп, бірақ жаңағы айтып отқан ақпарат бұл шындыққа аспайды. Неге десеңіз, себебі дәл сол осындай қордайтын жағдай болған кезде біздің де мысалға әріптестеріміз бар, бірқатар барған. Енді о баста қазір білеміз, ол жаққа кезінде қазір енді облыс әкімі болған Бердібек Машбекұлы Сапарбаев, ол кезде ол жалпы вице-премьер лауазымында тұғын. Ол жаққа ол осындай жұмыс сапарымен арнайы барған кезде оған біздің де бірқатар депутаттарымыз қосылды. Оның ішінде ассамблеяның мүшелері де бар. Оны ата кеткен жөн. Ал енді жаңағы айтып отқан дүниелер, жаңағы болмады, сөйтпеді, бүйтпеді деген енді ол қарапайым жалпақ тілмен айтқанда
дәл сол кезде мысалы мен өзім де жалпы Facebook желісін өте жақсы қолданамын. Үнемі Facebook парақшасында менде пост жазамын, комментарий жазамын, түрлі өзімнің оқырмандарыммен кейбір жаңалықтармен бөлісемін. Сонда мен қарағанымда қаншама анау жалпы посттар жазылып жатса да, тек қана Facebook желі арқылы емес, барып түсіндірме жұмыстары жүргізіліп жатса да, арада өкінішке орай жаңағыдай бір отқа майды тастайтын кісілер пайда болған сияқты. Әрине ол дұрыс емес біріншіден. Ол енді біздің еліміздің бірлігіне үлкен бір нұқсан келтіреді дейсіз. Өте дұрыс айтасыз, нұқсан келтіретін бір тірлігі. Сондықтан мен келіспеймін, өйткені ол барлық нәрсе істелініп жатыр, жасалып жатыр, бірақ ең бастысы біз енді қазақтың бір жақсы сөзі бар ғой, бірдеңе істейтін болсаң өзіңнен баста деген. Сондықтан да біз енді осы өзімізден бастап, ең бастысы біздің енді бүгінгі күні үлкен бір мақсатымыз бұл алдағы уақытта осындай біздің бірлігімізді, мызғымастығымызды, мынау бір ынтымағымызды өстіп ұстау. Тамаша. Көрермендердің де тарапынан келіп жатқан сауалдар бар екенін есіңізге сала кетейік, себебі біз тікелей эфирде жұмыс істеп отырмыз. Егер аталған мәселеге қатысты көкейтесті сауалдарыңыз болса қоюға болады. Экранда біздің тікелей эфир номерлері көрсетіліп тұр. Көрерменнен келген сауал: Хусай Дауров деген кісінің жазып жүргенін оқыдым. Бұл Қазақстанның татулығына нұқсан келтіріп, зиян келтіруде. Ұлттық қауіпсіздік комитеті мен бас прокуратура бұл іспен айналысу қажет. Соны талап ету керек, провокация жасап жүргендерді қатаң жазалау керек. Бұл басынғандық деген көрермендердің пікірі келіпті. Енді осы тұста түсінікті болсын айта кетсек, Дүнгендер қауымдастығының басшысы Хусай Дауров мырза, Дүнгендер қауымдастығының басшысы Қытай президентіне болған жағдай жайында және көмек сұрап хат жазған. Міне біздің экранда жүріп жатыр, шамамен осындай мәтінде. Енді мен бұл жерде былай келтірейін, енді түсінгенім енді біріншіден былай, енді халықаралық істер бойынша мысалы қарайтын болсақ, ешқандай бір ел басқа елдің ішкі жұмысына араласуға ешқандай құқығы жоқ, оны біз жақсы білеміз. Ал енді екіншіден, біз енді бүгін білеміз, бізде бүгін календарда жалпы 3 наурыз күні. Мен неге айтып отырмын, өйткені 1 наурыз бізде алғыс айту мейрамы болып тойланады, арнайы. Жалпы тек қана өзге ұлттар ғана емес, басқа да адамдар бір-бірімізге алғыс жеткізіп, барымызға, шүкіршілігімізге, жүргенімізге, бейбітшілік осындай үлкен аспанымызға, елбасымызға, мемлекет басшысына, басқа да өзінің өте жақын адамдарына. Алайда мынаны ескерген жөн, өйтіп жазған адам үшін. Мысалы, мен ол кісіні жеке танымайды екенмін, бірақ өкінішке орай ол кісі мынаны ескермеген шығар. Тарихтың толқындарын қарайтын болсақ, сонау қиын қыстау кездері, сонау 30-20 жылдар біздің елімізге қаншама басқа өзге ұлттар ауып келді. Әрине олар өзінің бір еркінмен келген жоқ бұл жаққа. Сондай бір қиын заман болды, бір сөзбен айтқанда. Ол жерде біз болмағаннан кейін де мүмкін, бірақ тарихтан білеміз, қаншама қиын қыстау кезеңде сол кезде қазақ халқы сондай басқа өзге ұлттардың өзінің аял алақанына алып, бір нан үзіммен бөлісіп, өзінің жатар орнын беріп бірден сөйткен халық. Бүгінгі күні біздің елімізде, мен сенім айта аламын, біздің елімізде конституция бойынша да білесіздер, ешқандай да ұлтқа қарамай, жалпы қандай өзінің бір діннің басқа қарамастығына, басқасына болсын, әрбір ұлттың да, қазақ ұлтымыздың да, өзге ұлттың да құқықтары бірдей. Бұл нәрселер өте құнсыз дүние, оған құн жоқ. Өйткені ол шынымен де өзінің бір үлкен бір сондай бір киелі дүниесін аулап алған басында. Ал енді сонау кезінде, осындай қиын қыстау кезде келген халықты осындай демеу жасап, одан кейін қаншама жылдар уақыт өткеннен кейін олармен бірге бүгінгі таңда бірге енді көшіре жүріп бірге, егер де біз байқаймыз, мысалға дәл бір кинотеатрға кірген кезде болсын, басқа бір демалыс орны болсын, жұмыс орны болған кезде бізде қазақтар мен жаңағыдай өзбектер, орыстар бөлек жүрмейді ғой, бәріміз араласып жүреміз, біз теңбіз. Енді өкінішке орай, өкінішке орай енді менің ойымша осы хат иесі осы дүниеге назар аударған жөн деп мен ойлаймын, өйткені ол өте маңызды нәрсе. Және де ары қарай осындай бір, енді қалай айтсам екен, сізге бір халықтың арасында осындай ірткі салуға да болмайды деп мен ойлаймын, осындай дүниелермен айтқызып. Сөзіңізге толығымен келсем, көрермендердің тарапынан келіп жатқан тағы бір сауал өзіңізге жолданған екен, оқи кетейін. Сәлематсыз ба, Геннадий мырза, сіздің приемыңызға қалай баруға болады? Нұр-Сұлтаннан хабарласып тұр едім дейді. Ол жайынан ешқандай қиындық жоқ. Енді мен осы прямой эфирді көріп отқаннан кейін айтып өтейін арнайы.
Бұл жерде біздің енді парламент мәжілісінің өзінің бір тұрақты мекенжайы бар. Осының бізде енді былай айтқанда бюро пропусков деген жері бар. Егер сол жаққа барса, егер жалпы аты жөнін, өзінің атын жеткізіп, кім екенін жазып отқан адамның мысалға қабылдауға келіп тұрса, егер де мен міндетті түрде мен жұмыста болсам, бос уақытым болса, мен әрқашанда ол кісіні кім болса да тек қана ол кісі емес, басқа да бізді қазір көріп отқан басқа сайлаушыларымыз қолымыздан келгенше ол кісілерді қабылдап, қолымыздан келгенше біз көмектесуге әзірміз. Осы тұста сұрай кетейін, жалпы жеке өзіңізге көмек сұрап болмаса тағы да басқа жеке өз басының мәселелері бойынша біздің отандастарымыз қаншалықты жиі хат жазады және қаншалықты сіздің жауап беруге мүмкіндігіңіз бар? Енді біз мүмкіндік болғанда біз үнемі жауап береміз. Ол мүмкіндікте емес, себебі ол заңда қарастырылған өзінің бір нақты бір нормалары бар. Ал енді сұрақтарға байланысты болсақ, сұрақтар әртүрлі болады. Біріншіден енді өзінің бір жеке өмірлік сұрағы болады. Болмаса бір өкінішке орай бүгінгі таңда бір кейбір органдармен келіспеуі мүмкін, кейбір органдардың дұрыс емес жұмыс істеуіне байланысты болып қалуы мүмкін. Енді біз әрине заңға сүйеніп, ол заңның шеңберіне шешуге тырысамыз. Кейде түрлі консультациялық жұмыстар болады. Кейде мүмкін бірдеңені білмей тұрып кейде сұрайды, дәл сол жерде өзінің де мәселесі шешіліп қалады. Ондай жағдайлар түрлі болады. Яғни тығыз қарым-қатынастасыздар, иә? Өзіңіз сайлаушыларыңызбен одан бөлек, енді одан бөлек тағы да бізде, мен жаңа айттым, бізде мысалы өзіміздің көптеген әріптестеріміздің де Facebook парақшалары бар. Көптеген адамдар кейде өзінің де мәселелерімен мысалға арнайы Facebookқа да жазады, мессенджерге де шығады кейде. Енді мүмкін сол жерден қолымыздан келсе, сол жерден жауап беруге тырысып жатамыз. Енді әр кезде әрқалай. Енді менің әріптестерімнің де арасында мынандай қазір соңғы осы Қордай оқиғасынан кейін әртүрлі пікірлер айтылып жүр. Солардың ішіндегі айтылып жүрген пікірлердің бір ерекшесі ол мынау дәл осы Қордай жерінде дүнген халқы мен қазақ халқының жаңағы жергілікті халықтың арасындағы осындай дау-жанжалдың туу себебі жалпы дүнген ұлтының бір жерде топтасуы деген сияқты, иә, бұл және жалпы дүнген халық Қытайдан келген халық қой. Енді қытайлықтар қарап тұрсаңыз, жалпы ол кісілердің өмір сүру салты барлық жерде бірдей. Мысалы, Америка Құрама Штаттарына барсаңыз да Чайнатаун, Ресейге барсаңыз да Чайнатаун. Басқа ұлттар, мысалы, мен өзім Қызылорда өңірінің өкілімін, ол жерде мысалы кәріс ұлтының бәрі қазақша сөйлейді, бәрі қазақ болып кетті, қазақстандық болып кетті деген сияқты. Дәл осы бір жерде тұтасуы негізгі проблеманың көзі деген сияқты бір мәселе айтылып жүр. Және дүнген халқын мүмкіндігінше солтүстік аймақтарға, болмаса тағы да басқа аймақтарға, батыс аймақтарға көшіру деген бір жақсы шешім болар еді деген сияқты мәселе айтылып жүр. Сіздің ойыңыз? Енді қараңыз, қазақтың бір жақсы мақалы бар. Әр елдің салты басқа, иті қара қасқа дейді. Сөзсіз. Сондықтан да бұл жерде біз енді айтасыз ғой, біз Қызылорданікіміз деп, мен де Қызылорданікімін өзіңіз білетіндей, мен де Арал жақтың, Сексеуіл жақтың тумасымын, Қызылорда қаласында өскенмін. Жалпы өсіп өнгенбіз. Енді біздің Қызылордаға келетін болсақ, ол жерде біздің 98-97% қазақша сөйлейді. Өзіміздің қазақ ұлтымыз болсын, өзге ұлттар болсын, басқа түрлі этностар. Солтүстікке барсаңыз, жағдай басқаша, шамалы күрделенеу шамалы. Өкінішке орай, бірақ солай енді. Ал енді жаңағы көшіруге байланысты енді мен оған нақты бір комментарий бере алмаймын. Себебі бізде, мен айтып отырмын, бізде конституция жазылған, жалпы әрбір адамның бізде түрлі ұлтына қарамай, басқасына қарамай барлығының құқығы бірдей деп. Сөзсіз. Сондықтан да біз конституциядан ешқалай да аттап кете алмаймыз, біріншіден. Екіншіден, бұл жерде кешеде мемлекет басшысы осы арнайы Қордай ауданына барған кезде де бір жақсы сөз атап өтті ғой. Жалпы енді осындай тек қана бір жерде шоғырланбай, өздеріңізде мүмкін балаларыңыз өсіп, жаңағы бізде енді Құдайға шүкір жеріміз кең, Аллаға шүкір бізге жер әлем бойынша 9-шы орында тұрмыз ғой енді жердің көлемінен. Соған байланысты бір жан-жаққа басқа да облыстарға барсаңыздар, өздеріңіздің кәсіптеріңізбен айналыссаңыздар, мүмкін елімізге бір өзіңіздің үлестеріңіз қоссаңыздар, мүмкін осындай бір ұсыныстар арқылы бір жақсы бір дүние қалыптасатын шығар деп ойлаймын болашақта. Бірақ енді дәл осы кезде бізге енді ең бастысы бұл біздің бейбітшілігіміз және де қазақ халқымыздың, басқа да өзге ұлттарымыздың, жалпы қазақстандықтардың ең бастысы бірігу және ынтымақтастығы қазіргі басты мақсат. Сөзсіз. Көп рахмет. Тағы да бір сауал келіпті, қоя кетейін. Өзіңізге арналған шетелдегі қазақ бауырларымызды елге қайтаруға қаншалықты атсалысып жүрсіз және осыған көзқарасыңыз деген сияқты сауал. Енді бұл
былай ғой, ол жерге бұл жағдайға да түрлі нәрсемен қарауы болады. Кейбір кісілер мүмкін оған ол жаққа арнайы бір жұмыс барысымен кетіп қалуы мүмкін. Кейбір кісілер мүмкін өзінің сол елге барып азаматтығын алып, сол жерде тұрып жатқан шығар. Біз қалай ол сол елдің азаматтығын алып, біз мәжбүрлей алмаймыз ол кісіден қайтып кел деп, егер өзінің ынтасы болмаса. Ал енді жаңағыдай басқа да бір кейбір себептермен мүмкін келе алмай жүрген, жаңағы енді білмеймін, қайта алмай жүрген кісілер болса, мысалға оған тек қана біз емес, оған сыртқы істер министрлігі де бар, оған арнайы мен ұмытпасам отандастар деген қорымыз да бар біздің, сонымен айналысатын. Және де біз енді осы отандастар деген қормен де тығыз байланысамыз, оларға да кейде арасында түрлі заңнамалық бойынша мүмкін басқа жағынан да көмек беруге тырысамыз, яғни консультациялық жұмыстар жүреді, екі арада заңнама бойынша бұл мәселелер қалай болатын. Сондықтан да оның барлығы мен сіздерге айтайын, істеліп жатыр деп. Жақсы. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін шын жүректен алғыс айтқым келеді. Жаңа сөзіңізге қосылғым келеді. Өзіңіз айтып өткен, расында біз үшін ең маңыздысы ол бейбітшілік, бірлік және татулық. Ал ардақты ағайын, өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамыз. Келесі түскенше аман сау болыңыздар.